Білімнің шарына, ғаламның тұнығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі, ғаламның есігі, ғаламға жетуде қазақтың есімі елбасы мектебі. Білімнің шарына, ғаламның тұнығы, тәуелсіз елімнің тұғыры. Білімнің бесігі. Лидер өз сөзімен адамды көндіріп, өз идеясымен адамды жандандыра білуі қажет. Армысыздар, құрметті замандастар, мен Темірбек Батырхан, Қарағанды қаласының химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақхана президентімін. Біз сіздердің, яғни Нұр-Сұлтан қаласының мектеп оқушыларының Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Біз сені мақтан тұтамыз Қазақстан» атты челлендждеріңізді қабылдадық. Тәуелсіздік тек қана тәуекелге бара алатындардың сыбағасы. Тәуелсіздік халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған қажырлы күресінің өтеуі. Тәуелсіздік ата-бабамыздың арман мұратының салтанат құруы. Алты алаштың айбының асқақтаған тәуелсіздікке міне биыл 30 жыл. Тәуелсіздіктің тар жол тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің иісуінен тайсалмауға тиіспіз деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бекерден бекер айтпаған. Елбасымыздың елеулі де салиқалы саясатының нәтижесінде еліміз тізесінен тік тұрып, әлем озған 30 ел қатарына кіруді мақсат етті. Ал біз туған мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды етуге, қуатын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қауымдастықтағы беделінің өсуіне қызмет етуге парыздармыз. Бывает, что ты в детстве на пассажирском сиденье, будучи детем, смотришь в окно от скуки, смотришь, как нетронутые просторы, сменяя друг друга,
подорожное кряхтение. И уставив свой взор вдаль, за края земель, за далекие гора, задумываешься, а что было тогда, когда мы слушаем рассказы своих родителей, как они жили в тепле припеваючи, не знали даже слова «беда», как они под керосиновые лампы свет засыпали у ковра на стене, под шелест отцовских газет, укрывшись в теплой пелене. Но вот бы мы могли услышать истории из жизни наших же прадедов, жизни тех времен, из уст обычных, пролог родительских рассказов. Мудрый человек однажды сказал: чем времена тяжелее, тем люди добрее и верят в лучшее, потому что уже повидали худшее. Так и было. Оглядываясь назад, через войны и голод в рассказах, я могу с уверенностью сказать, что все эти страдания были, чтобы расти и процветать, глядя на степную гладь, по ним с довольным личиком скакать, чтобы, завалившись на кровать, могли о будущем мечтать. Каждый предок, отец и мать боролись, терпели, чтобы подарить жизни славной благодать своим детям, народу, стране. И в каждую неспокойную погоду на войне думали лишь о близких и о тебе. Твой дед с оружием штурмовым, ушедший на фронт рядовым, он знал, что жизни ему не видать счастливой, и хотел, чтобы хоть у тебя оно было таковым. И спустя десятилетия, сквозь кровь и слезы, сквозь трудности великих трагедий, твои предки оставили тебе огромное наследие, и в честь этого наследия появился праздник, великий, важный для всех нас, как предок каждый рядовой светлое будущее народа спас. Так пусть же знают остальные, что сделали для нас наши предки. Давайте жить и праздновать с улыбкой все, взрослые, подростки и детки, чтобы слышен до гор степей и барханов с присущей гордостью и станом. Давайте дружно всех поздравим с Днем независимости Казахстана. Біз сені мақтан тұтамыз Қазақстан челленджін Атырау мен Павлодардағы жолдастарымызға жолдаймыз.